Қасас сүресі. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Та, син, мим. Бұлар ақиқатты ашық баяндайтын, һәм хақтан келгендігі ап-айқын кітаптың аяттары. Уа Мұхаммед, иман келтіретін қауым үшін саған Мұса мен Перғауынға қатысты ғибратты оқиғалардың бір парасын шындық негізінде баяндап береміз. Расында Перғауын Мысыр жерінде астамшылыққа барып, ол жердің халқын топ-топқа бөлді. Әсіресе олардың арасынан бір топқа көрсетпеген қорлығы қалмады. Олардың ұл балаларын жаппай бауыздауда, қыздарын күң қылуы, әрі жергілікті халыққа үйлендіріп, аталмыш топтың тұқымын тұздай құрту үшін тірі қалдыруда. Ол расында да барып тұрған бұзақы еді. Ал біздің қалауымыз Мысыр жерінде әбден қорлық көріп, жапа шеккен қауымға шарапатымызды тигізіп, оларды залымдардың қанды шеңгелінен құтқарып, өзге ел жұртқа жан-жақты үлгі болатын көсем ел етіп, араларынан елді тура жолға бастайтын жолбасшылар шығару. Сондай-ақ оларды шығыс мен батысына құт береке дарыған қасиетті де құтты мекенге мұрагер қылу еді. Сондай-ақ оларды сол жердің қожайындары ету, әрі Перғауын мен бас уәзірі Хаман һәм екеуінің қалың әскері Мұса және қауымынан қандай себеппен қорыққан болса, оларды соған душар ету еді. Мұса дүниеге келгенде анасына, оны еміз, тағдыры не болар екен деп уайым жеме, өміріне қауіп төнеме деп қорыққаныңда сандыққа салып, өзенге ағызып жібер, және ол үшін еш қорықпада мұңайма, біз оны өзіңе қайтарамыз, әрі елші пайғамбарлардың бірі һәм бірегейі қыламыз деп аян бердік. Содан Перғауынның үй іші түптің түбінде өздеріне дұшпан, әрі бастарына қайғы болатын нәрестені өзеннен тауып алды. Расында Перғауын, Хаман және екеуінің қалың әскері, әсіресе Исраил ұрпақтарына қарсы өте залым еді. Перғауынның әйелі нәрестеге мейірімі түсіп күйеуіне, міне менің де, сенің де көзіміздің нұры, һәм қуанышы болатын бала, оны өлтірмеңдер, кім білет, бәлкім бізге пайдасы тиер, не болмаса бауырымызға салып бала етіп алармыз деп өтінді. Алайда олар сол кезде мұның ақыры не боларын сезген де жоқ. Мұсаның анасы сәбиінің Перғауынның қолында екенін білгенде көңілі құлазып, әбден есі кетті. Егер уәдеміздің міндетті түрде орындалатынына кәміл сену үшін жүрегін орнықтырмағанымызда, бауыр еті баласына қалайда жетемін деп жүріп, ішкі сырын әшкерелеп қояр еді. Содан анасы Мұсаның апайына, жан баласына сездірместен оның ізін бақ деді. Сөйтіп ол Перғауынның үй ішіне сездірместен, бауырына алыстан көз салып, бақылап жүрді. Мұсаға әу бастан-ақ өзін емізу үшін сарайға шақырылған бірде-бір әйелдің емшегін алғызбадық. Бұл жайдан хабардар болған апайы сарайдағыларға, сендерге бұл балаға бар бейілмен қарайтын отбасын тауып берейін бе деді. Сөйтіп анасы көзайым болсын, сары уайымға салынып мұңаймасын, һәм Алланың уағдасының хақ екенін анық білсін деп, оны анасына қайтардық. Алайда адамдардың көбі Алланың уағдасының хақ екенін білмейді. Сөйтіп ол ер жетіп тәндік һәм рухани жағынан кемеліне келгенде, оған асқан ақыл парасат, даналық һәм ерекше ілім нәсіп еттік. Міне біз ізгілікке жаны құштар, Алланың өздерін үнемі көріп бақылап тұратынын жадында ұстап, игілікті істер істейтін ізгі жандарды осылай сый-сияпатқа бөлейміз. Бір күні Мұса шаһар халқы үйді-үйінде түскі демалыста болған шақта қалаға кірді. Бір қараса, бірі өз қауымынан, енді бірі жау жағынан екі адам бірін-бірі жағадан алып төбелесіп жатыр екен. Өз қауымының адамы одан жау жағынан болған қарсыласына қарсы жәрдем сұрап еді. Мұса әлгі адамды бір-ақ ұрып өлтіріп қойды. Соңынан ол, бұл төбелес Әзәзіл шайтанның ісі, шүбәсіз ол адамды тура жолдан адастырушы, нағыз дұшпан деп істеген ісіне қатты өкінді. Бірден
Уа Раббым, мен шынында да өз-өзіме зұлымдық жасадым, мені кешіре көр деп, жаратқанға жалбарынды. Сөйтіп Алла оны бірден кешірді. Өйткені ол өте кешірімді, әсіресе күнәсі үшін өкініп өзіне тәубе еткен мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Содан ол, уа Раббым, маған нәсіп еткен мұншама нығметіңнің құрметіне бұдан бұлай күнәһарларға болыспаймын деп уәде берді. Ол сол күні шаһарда бойын қорқыныш билеп, айналасына жалтақтап көрер таңды көзбен атырды. Содан таңертең келе жатқанда, кеше ғана өзінен жәрдем сұраған әлгі кісі тағы біреумен жаға жыртысып жатыр екен. Ол одан тағы да өзіне болысуын сұрап айғайға басады. Сонда Мұса оған: сен өзің нағыз азғын, барып тұрған сотқар екенсің деді. Сөйтіп Мұса өзінің де, әлгі сотқардың да дұшпаны болған мысырлықты ұстап, екеуін ажыратпақшы болғанда, әлгі өз қауымының сотқары Мұсаны өзіне бас салам екен деп қорқып кетті де: ей Мұса, кеше ғана кісі өлтіргенің аз болғандай, енді мені өлтірейін дедің бе? Сенің жайың енді белгілі болды. Сен бұл жерде адамдарды түзетуші, әрі жарастырушы емес, озбыр болғың келеді екен ғой деді. Содан шаһардың перғауын сарай орналасқан арғы басынан сарайда үлкен лауазым иесі болған бір кісі суыт жүгіріп келді де: уа Мұса, дәл қазір шонжарлар бас қосып сені өлтіру үшін өзара кеңесіп жатыр. Шаһардан тездетіп шығып кет, күмәнің болмасын, мен сенің шын жанашырыңмын деді. Сөйтіп ол шаһардан бойын қорқыныш билеп, жан-жағына қарайлаған күйде шығып кетті. Һәм, уа Раббым, мені залым қауымнан құтқара көр деп дұға етті. Содан шаһардан ұзап шығып, Мысырмен көршілес Мәдиян еліне қарай бет алғанда, Раббым, мені дұрыс жолға түсірер деп үміт етемін деді. Мәдиянның суатына келіп жеткенде, суат басында малдарын суарып жатқан бір топ адамды көрді. Сондай-ақ олардан әудем жерде малын суатқа жібермей қайырып тұрған екі бойжеткенді көзі шалды. Олардан: екеуің неге бүйтіп тұрсыңдар? Неліктен елмен бірге малдарыңды суармайсыңдар деп сұрады. Екеуі: малшылар малдарын суарып болып, суат басынан кетпейінше малымызды суармаймыз. Әкеміз қарт адам еді. Сондықтан малға бізден басқа қарайтын ешкім жоқ деп жауап берді. Сөйтіп ол екі бойжеткеннің малын суарып берді де, екеуі кеткеннен кейін көлеңкені саялап: уа Раббым, шүбәсіз маған берер қандай жақсылығыңа, нендей нығметіңе болса да зәрумін деді. Содан көп замай қос бойжеткеннің біреуі имене басып келді де: сізді әкем шақырып жатыр. Бізге қол ұшын беріп, малымызды суарып бергеніңіз үшін ақыңызды бермек деді. Мұса қыздардың әкесіне барып, басынан өткен уақиғаларды баяндап береді. Ол: қорықпа, енді сен ол залымдардың қолынан құтылдың деді. Сонда қыздардың біреуі: әкетай, оны жалдап алыңыз. Расында жалдайтын ең жақсы адамың осындай күшті де сенімді болсын деді. Содан әкелері Мұсаға: сені мына екі қызымның біреуіне қосқым келеді. Соның қарымы ретінде қолымда 8 жыл жұмыс істейсің. Егер 10 жылға толтырамын десең, оның бізге жасаған жақсылығың болады. Саған ауыртпалық артқым келмейді. Алла қаласа менің ешкімге қиянаты жоқ, ізгі жан екенімді әлі-ақ көресің деді. Мұса оған: мақұл, екеуміздің арамыздағы келісім осы болсын. Аталған екі мерзімнің қайсы бірін өтесем де, маған одан артық талап қойылмаса, әрі кінә тағылмаса керек. Байласқан сөзімізге бір Алла куә, әрі кепіл деді. Мұса келісілген мерзімді тамамдап, отбасын өзімен бірге ертіп, Құдыс бағытында шөл даламен түнделетіп жол жүріп келе жатқанында, Тур тауы жақтан жылт-жылт еткен от жарығын көрді де, отбасына: сендер осы жерде аялдай тұрыңдар. Мен тау жақтан от жарығын көрдім. Сол маңға барып сендерге қай жерде екеніміз
және қай бағытта жүру керектігі жайлы қандай да бір мәлімет әкелермін. Тіпті болмаса, сол оттан бір шоқ алып келейін. Сонымен от тұтатып, жылынып аларсыңдар, деді. Содан ол отқа таяп келгенде, сол қасиетті жердегі алқаптың оң жақ тұсында өсіп тұрған ағаштан оған былай деп үн қатылды: «Уа Мұса, мен әлемдердің Раббысы Алламын. Қане, қолыңдағы аса таяғыңды жерге таста». Мұса аса таяғын жерге тастап кеп қалғанда, оның шапшаң жылан сияқты ирелең қаққанын көріп, жалт беріп алдарына қарамай қаша жөнелді. Сонда Алла оған: «Уа Мұса, бері кел, қорықпа. Сен пайғамбарсың, қауіп-қатерден амансың. Ал енді қолыңды қойныңа сал. Оны қайта шығарғанда бір міні жоқ, әрі әппақ болып жарқырап шығады. Қорқыныштан жайылған қос қолыңды жиып, көкірегіңе бас. Бойыңды жида, пәрменіме құлақ ас. Міне осы екеуі Раббыңның перғауын мен шонжарларына көрсетсін деп өзіңе берген қос дәлелі. Шүбәсіз олар тура жолдан тайған бұзақы қауым болды». Сонда Мұса: «Уа Раббым, мен олардың бір адамын байқамай өлтіріп қойған едім. Сол себепті олар мені алдарына барған бетте ай-шайға қарамай өлтіріп тастай ма, сөйтіп міндетімді толық атқара алмай қаламын ба деп қорқам. Бауырым Харун маған қарағанда сөзге жүйрік. Оны сөзімді растайтын жәрдемшім етіп, менімен бірге жібергейсің. Өйткені олар мені өтірікшіге шығарама деп қорқамын», деп өтінді. Алла оған: «Біз бауырың арқылы сенің айбыныңды асырып, екеуіңнің мерейіңді үстем етеміз. Өздеріңе берген мұғжизаларымыздың арқасында олар сендерге қол ұшын да тигізе алмайды. Нәтижеде екеуіңнің һәм соңдарыңнан ергендердің мерейі үстем болады», деді. Содан Мұса ап-айқын дәлелдерімізбен, айқын мұғжизаларымызбен келгенде, олар мұның бәрі ойдан шығарылған сиқырдан басқа түк емес. Сонымен қатар, біз мұндай Алланың үндеуі және пайғамбарлық деген нәрсені өткен ата-бабаларымыздың кезінде болыпты дегенді де естіген емеспіз, деді. Мұса: «Менің Раббым, кімнің өзінен тура жолға бастайтын дәлелдермен келгенін, және бұл жалғанда да, ақиретте де, кімнің ақырының қайырлы болатынын жақсы біледі. Анығында залымдар әсте мақсат мұратына жетпейді, һәм Алланың азабынан құтылмайды», деп айтты. Сонда перғауын шонжарларына: «Уа игі жақсылар, білуімше, сендердің менен басқа құдайларың болған емес. Ей Хаман, қане, кірпіш күйдіріп, маған арнап көкпен таласқан зәулім мұнара салғыз. Соған шығып, бәлкім Мұсаның тәңірін көрермін. Әйтсе де оның өтірікші кәззаптардың бірі екеніне күмәнім жоқ», деді. Осылайша, перғауын мен оның әскері Мысыр жерінде орынсыз астамсып, шектен тыс зұлымдық жасады, және бізге әсте қайтарылмаймыз, әсте жауапқа тартылмаймыз деп ойлады. Алайда біз ақыр соңында оны да әскерінде бас салып, тұңғиық теңізге тастадық, батырдық. Ендеше залымдардың ақырының не болғанына қара. Оларды ел жұртты тозаққа шақыратын көсемдер қылдық. Олар бұл жалғанда ел жұртқа құлдықтың қамытын кигізіп, алдарында құрдай жорғалатса да, оларға қиямет күні қысыл-таяңда титтейді жәрдем берілмейді. Біз бұл дүниеде олардың соңына лағнет түсірдік. Яғни Алла, періштелер және адамдар оларға қиямет қайымға дейін лағнет жаудырады. Ал қиямет күні олар ең жек көрінішті, әрі Алланың рахымынан ең көп махрұм қалатындардың қатарында болады. Біз осылайша алғашқы нәсілдердің көзін жойғаннан кейін адамдар ойлансын, ғибрат алсын деп Мұсаға адамдардың көкірек көзін ашып, ақыл ойлары мен жан дүниелерін нұрға бөлейтін, һәм олар үшін тура жолдың қайнар көзі, әрі рахым болған Тәуратты түсірдік. Уа Мұхаммед, осының бәрін өзіңе уахи арқылы білдіріп отырмыз. Өйткені біз Мұсаға
пәрменімізді, Тәуратты түсірген кезімізде, сен сонау қасиетті алқаптың басында болмаған едің, әрі болған істі өз көзіңмен көрмеген едің. Шүбәсіз біз Мұсаның дәуірінен саған дейін көптеген нәсілдерді жараттық. Сөйтіп талай ғасырлар өтті. Сен Мұсаның басынан өткен оқиғаларды айнытпай баяндайтын, аяттарымызды өз замандастарыңа оқып беретіндей, мәдияндықтардың да арасында тұрған жоқ едің. Алайда біз елші пайғамбарлар жібереміз. Олар өздеріне келген уахимен берілген аянды ғана жеткізеді. Міне сен де сол елші пайғамбарлардың бірі һәм бірегейсің. Сондай-ақ сен Мұсаға үн қатқанымызда да Тур тауының маңайында болмаған едің. Алайда Раббыңның шексіз рахымы түсіп, ақылға салып ойлансын һәм ғибрат алсын деп, өзіңнен бұрын ескертуші келмеген қауымды ескертуің үшін саған осынау міндетті жүктедік. Содан кейін өз қолдарымен істеген күнәларына байланысты дүниеде немесе ахиретте бастары бәлеге қалғанда, уа Раббымыз, егер бізге пайғамбар жібергеніңде біз де аяттарыңа мойынсұнып, мүмін құлдарыңның қатарынан табылар едік деп айтпау үшін сені оларға ескертуші пайғамбар етіп жіберді. Алайда оларға бізден ақиқат, Құран мен хақ пайғамбар келгенде, егер ол шынымен пайғамбар болса, онда Мұсаға бүтін күйінде берілген кітап сияқты, оған да сондай бүтін кітап берілсе қайтеді дейді. Олар бұдан бұрын Мұсаға берілгенге иман келтіруден бас тартпап еді. Олар, бұл екеуі, Құран мен Тәурат, бір-бірін демеп қостайтын қос сиқыр дегенді, және біз мұндай кітап атаулының бәрін жоққа шығарамыз, еш қайсына иман келтірмейміз деген еді. Оларға, егер бұл екі кітапта сиқыр деген сөздерің рас болса, онда Алланың құзырынан тура жолды, ол екеуінен де жақсы көрсететін басқа кітап әкеліңдер, мен де соны басшылыққа алайын деп айт. Егер олар саған жауап бере алмаса, біліп қой, олар тек қу нәпсінің жетегінде кетіп, өз әуейліктеріне ергендер. Алланың нұсқауын басшылыққа алмай, тек қу нәпсіге ергеннен өткен адасқан бар ма? Шүбәсіз, Алла залым қауымды әсте тура жолға салмайды. Олардың ісін әсте оңғармайды. Біз оларға ойланып ғибрат алсын деп, сөзімізді бірінен соң бірін жеткізіп отырдық. Өздеріне одан, Құраннан бұрын кітап берілгендер, яһудилер мен христиандардың арасындағы иманды ғалымдар, оған да иман келтіреді. Оларға Құран оқылғанда, біз оған иман келтірдік. Шүбәсіз ол, Раббымыздан келген ақиқаттың нақ өзі. Біз бұған дейінде бір Аллаға мойынсұнған мұсылмандар едік дейді. Оларға имандылықта сабырлылық танытып, табандылық көрсеткендер үшін 2 мәрте сауап беріледі. Олар жамандықты жақсылықпен қайтарады, яғни күнә қателіктерін игі істермен жуып шаяды, немесе жамандыққа жақсылықпен жауап береді, һәм өздеріне ризық ретінде берген нығметтерімізден Алла жолында міндет етпей жұмсайды. Олар бос, бейәдеп сөз естігенде сырт айналып, біздің істеріміз өзімізге, сендердің істерің өздеріңе, біз сендерге тек жақсылық пен есендік тілейміз. Әйтсе де біз Алладан безген надандарға жақын болуды қаламаймыз деп айтады. Уа Мұхаммед, сен көңіліңе жаққан әр адамды тура жолға сала алмайсың. Алла ғана қалаған пендесін тура жолға салады. Ол кімнің тура жолға түсуге лайық, әрі бейім екенін жақсы біледі. Мекке мүшриктері, уа Мұхаммед, жарайды, сенікі жөнделік. Алайда біз ата-баба дінімізді тастап сенімен бірге тура жолға түсетін болсақ, өз жерімізден қағыламыз. Өзге араб тайпалары бізді түтіп жеп қояды деді. Әйтсе де біз оларды шексіз шарапатымызбен жарылқап, жан-жақтан әр алуан өнімдер ағылатын қасиетті де қауіпсіз жерге, Меккеге орналастырмап едік. Алайда олардың көбі ақиқатты, яғни өздерін қорғап, ризық несібелерін жеткізіп отырған араб тайпалары емес,
Мына біз екенімізді білмейді. Біз байлықтың, ағыл тегіл нығметтің буына масайраған қаншама елді мекеннің күлін көкке ұшырдық. Міне солардың жұрттары, олардан кейін ол жұрттарға жол жөнекей ат басын тіреген бірен сараң жолаушылар болмаса, ешкім қоныс тепкен емес. Олардың бар байлығына біз мұрагер болдық. Раббың елдердің бас қалаларына аяттарымызды оқып жеткізетін елші пайғамбар жібермейінше, оларды жермен жексен етпейді. Біз халқы күпірлікте, күнә істеуде һәм зұлымдықта шектен шыққан залымдарға айналмайынша, ешбір елді жермен жексен етпейміз. Уа адамдар, бұл дүниеде өздеріңе берілгеннің бәрі қу тіршіліктің болмашы бұйым боқшасымен өткінші сән салтанаты ғана. Ал Алланың сендер үшін сақтаған ақыреттік сый сияпаты болса, әлде қайда қайырлы һәм мәңгілік. Әлі де ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Бізден жақсы уәде алған һәм өзіне уәде етілген сый сияпатқа міндетті түрде жететін жанның жағдайы, өзіне қу тіршіліктің қызығын көрсеткеннен кейін қиямет күні алдымен жауапқа тартылып, соңынан бітпейтін азапқа душар етілу үшін тұтылған бойда Хақ Тағаланың құзырына әкелген бейбақтың жағдайына ұқсай ма? Сол күні Хақ Тағала ондай бейбақтарға маған тең көрген құдайларың қане деп үн қатады. Сонда ел жұртты азғырып, Аллаға серік қосуға және асылық қылуға бастаған үшін мәңгілік азапқа кесілген жын мен адамдардың шайтандары: уа Раббымыз, мыналар біздің азғыруымызға еріп, тура жолдан тайғандар. Өзіміз қалай азғындап, адасқан болсақ, оларды да дәл солай азғырып тура жолдан тайдырдық. Олардың бізге табынғанын, бізді өзіңе тең көріп тәңір тұтқанын жоққа шығарамыз. Анығында олар бізге емес, өз нәпсісіне табынумен болған ет деп айтады. Сонда әлгі мүшриктерге: қане, Аллаға тең көріп серік етіп қосқан тәңірлеріңе жалбарыныңдар делінеді. Сонда олар құдайларына сыйынып жалбарынады. Алайда сыйынған құдайлары оларға жауап қатпайды. Сөйтіп олар өздерін күтіп тұрған азапты көреді. Кезінде ақиқатқа мойынсынып, тура жолға түскенде бұлай болмас еді. Сол күні Алла мүшриктер мен кәпірлерге: өздеріңе келген пайғамбарларға не деп жауап берген едіңдер деп үн қатады. Сонда олар қатты сасқаннан не деп жауап берерін, қандай сылтау айтарларын да білмей, аңтарылысып қалады. Бір-бірінен не айтамыз деп сұрайтын жағдайларда болмайды. Алайда тәубесіне келіп, иман келтіріп, Аллаға бет бұрғандар және өздерін әрі қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істегендер мәңгілік азаптан құтылып, мақсат мұраттарына жететіндердің қатарында боламыз деп үміт ете алады. Раббың қалағанын жаратады және құлдары үшін қалаған жолын таңдайды, һәм сол жолмен жүруді бұйырады. Алланың таңдауы тұрғанда, олардың таңдау құқығы да, өкілеттігі де жоқ. Алла олардың өзіне серік етіп қосқанынан аулақ, һәм әлде қайда ұлы әрі мінсіз. Раббың олардың көкіректеріне бүккенін де, ашықтан ашық істеп жүрген істерін де жақсы біледі. Ол Алла, одан басқа құдай жоқ. Әр істің, әрбір жетістіктің басында да, соңында да, дүниеде де, ақиретте де бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір өзіне ғана тән. Бар билік, шексіз үстемдік бір өзінің қолында, және бәрің де оған қайтарылудасыңдар. Оларға өздерің айтыңдаршы: егер Алла қараңғы түнді қиямет күніне дейін ұзартып, сендерді қараңғы түнекте қалдырса, Алладан басқа қай құдай сендерге нұрын төгіп жарық бере алады? Әлі де ақиқатқа құлақ аспайсыңдар ма деп айт. Сондай-ақ оларға: қане айтыңдаршы, егер Алла күндізді қиямет күніне дейін ұзартса, бел жазып тынығу үшін сендерге Алладан басқа қай құдай түнді келтіре алады? Әлі де көздеріңді ашып ақиқатты көрмейсіңдер ме деп айт. Ол сендерге деген шексіз рахмымен бірінде демалып, тынығуларың енді бірінде тіршілік етіп,
өзінің кеңшілігінен несібелеріңді табуларың үшін, һәм өзіне дәйім шүкіршілік етерсіңдер деп, түн мен күндізді жаратты. Ол күндердің күнінде өзіне серік қосқан мүшріктерге, маған тең деген құдайларың қайда деп үн қатады. Сол күні әр үмбеттен бір адамды, яғни әр үмбеттің пайғамбарын куәға тартамыз да, кәпірлерге, қане, дәлелдеріңді келтіріңдер дейміз. Сонда олар ақиқаттың һәм бар билікке ие болып, күллі жаратылысты дәргейіне бас ұрғызу құқығы бір Аллаға ғана тән екенін білетін болады. Сөйтіп, Аллаға серік етіп қосқан жалған құдайлары оларды тәрк етіп көзден ғайып болады. Тура жолдан тайған Қарун Мұсаның қауымынан еді, алайда ол Перғауынға жақтасып өз қауымына озбырлық көрсетті. Біз оған кілттерінің өзі күші бойына сыймайтын бір топ адам әзер таситын байлыққа толы қазыналар нәсіп еттік. Қауымы оған: байлығыңның буына мастанып есірме, шүбәсіз Алла есіргендерді ұнатпайды деп ескерткен еді. Әрі оған: Алланың өзіңе нәсіп еткен осынау байлықпен ақиреттегі мәңгілік бақыт мекеніне жетуге тырыс. Бұл дүниедегі несібеңді де ұмытпа. Алланың өзіңе шексіз шарапатын тигізіп, жақсылық жасағанындай, сен де өзгелерге жақсылық жаса. Бұл жерде лаң салып, бүліншілік жасауды көксеме. Шүбәсіз, Алла бұзақыларды әсте жақсы көрмейді деп насихат айтқан еді. Қарун оларға: бұл байлық маған бойымдағы ілімнің арқасында ғана берілді деп асылық қылды. Сонда ол Алланың өзінен бұрын өткен нәсілдердің ішіндегі өзінен анағұрлым күшті һәм әлде қайда дәулетті болғандардың көзін жойғанын білмейтін беді. Күнәға белшесінен батқан күнәһарлар көздері жойыларда, күнәлары үшін жауапқа тартылып жатпастан, бірден арты мәңгілік азап қоласатын жойқын азапқа душар болады. Бір күні Қарун қауымының алдында үлдемен бүлдіге оранып, сән салтанатын асырып шыққан еді. Сонда дүниенің қызылды жасылды қу тіршілігін жан тәнімен қалайтындар: шіркін, Қарунға берілген байлық бізге де бітсе ғой, ол неткен бақ дәулеті асқан жан еді десті. Алайда өздеріне ақиқат ілім беріліп, көкіректері нұрға толған ізгі жандар: ой, бар болғырлар! Біле білсеңдер, Алланың иман келтіріп, игі істер істегендерге берер сауабы Қарунның дәулетінен әлде қайда қайырлы. Бірақ оған бәле жалаға, нәпсі мен шайтанның азғыруына қарсы һәм хақ тағалаға құлшылық етуде табандылық таныта білген сабырлы жандардан өзге ешкім қол жеткізе алмайды деп әлгілерді жазғырды. Ақыры оның өзінде салтанатты сарайында жерге жұтқызып жібердік. Сонда Алланың осынау пәрменіне қарсы оған қол ұшын беретін бірде-бір топ болмады. Сондай-ақ ол сонша байлығы һәм соншама нөкерімен өз қара басында қорғай алмады. Сөйтіп кеше ғана соның орнында болуды көксегендер тәубелеріне келіп: ойбай-ау, демек Алла ризық несібе дегенді құлдарының арасынан қалағанына үйіп төгіп береді екен де, қалағанына аз әрі белгілі бір мөлшерде береді екен-ау. Егер Алла бізді есіркемегенде, бізді де жерге жұтқызып жіберер еді. Демек кәпірлер шынымен оңбайды, жазадан құтылмайды екен десті. Ал сонау ақиреттегі мәңгілік бақыт мекеніне келсек, оны жер бетінде асып тасуды һәм бүліншілік шығаруды қаламайтындарға нәсіп етеміз. Ақырғы жетістік Алланы лайықты түрде ұлықтайтын әрі азабынан сақтанатын тақуа жандарға тиесілі. Алланы лайықты түрде ұлықтайтын әрі азабынан сақтанатын тақуа жандардың ақыры қайырлы болады. Кім-дегім ақиретте Алланың алдына жақсылықпен келсе, оған одан да қайырлы сый-сияпат беріледі. Ал кім жамандықпен келсе, жаман істер істегендер тек істеген істерінің ғана қарымын алады. Яғни, тек істеген күнәләріне қарай жазаға тартылады. Уа Мұхаммед, саған Құранды оқуды,
башчылыкка алуды һәм адамзатқа жеткізуді парыз қылған Алла сені қайтар жеріңе, яғни кезінде тәрк етуге мәжбүр болған қасиетті Меккеге сөзсіз айқын жеңіспен қайтарады. Ендеше Раббым кімнің тура жолға бастайтын дұрыс нұсқаумен келгенін, сондай-ақ кімнің анық адасуда екенін әлбетте бәрінен де жақсы білет деп айт. Сен осынау кітап өзіме уахи етілет деп үміттенбеген, ойламаған едің. Алайда ол тек Раббыңның рахымы ретінде өзіңе түсірілуде. Ендеше әсте кәпірлерге арқа сүйеме. Өзіңе Алланың аяттары түсірілгеннен кейін оны адамдарға жеткізуіңе ешкім бөгет болмасын. Адамдарды Раббыңның жолына шақыра бер, әрі әсте мүшриктердің қатарына қосылма. Алламен қатар өзгеге де Құдай екен деп жалбарынба, одан басқа Құдай жоқ. Оның дидарынан, өзінен һәм разылығынан басқаның бәрі түптің түбінде ұшты күйлі жоқ болады. Бар билік, шексіз үстемдік бір өзінің қолында, және ақырында бәрің оның құзырына қайтарыласыңдар.